Баршаңызға қайырлы күн. Біз Canva мен сумкамызды оқимыз. Ол үшін бізге керегі Canva. Қазір біз өзімізге керекті көлемді кесіп алатын боламыз. Және де шнур. Мен шнурмен тоқимын. Одан кейін қайшы. Қазір Canvамызды кесеміз. Міндетті түрде ине керек. Біз осы сумкамызды осы иненің көмегімен тоқитын боламыз. Одан кейін бізге қайшы бар, кішкентай қайшы бар болса да алсаңыздар болады. Және де осы сумкаңыздың фишкасы, бұл бізге сіріңке керек, немесе зажигалка қолдансаңыздар болады. Одан кейін сумкамыз аяқталғаннан кейін мынандай екі тал карабин керек болады. Алым салынбалы емес, бұны тоқитын боламыз соңынан. Және де цеп, әдемі замок. Мына жерде біздің Canvамыздың ұзындығы 60 сантиметр екен. Ал ені 42 сантиметр. Ені 42 сантиметр. Біз қазір көрініп тұр ма? 42 сантиметр. Мен өзіме 21 сантиметрді жөн көріп тұрмын. Қазір 21 сантиметрді белгілеп алып, мына жерден осыны қырқатын боламын. Белгіледім. Енді осыны түзу етіп, мынандай жиегін кесіп алмаңыздар. Жиегі бізге керек болады. Қазір түп түзу қылып, жіпті тоқыған кезімізде бұл жиегі болмай қалса, жіп әдемі тұрмай қалады. Қазір мен осыны соңына дейін кесемін. Содан кейін керекті ұзындығымды өлшеп аламын өзіме. Мен өзіме керекті ұзындықты өлшеп кесіп алдым. Ені менде 21, ал ұзындығы 51. Мен 9 сантиметр тастадым. Енді біз қазір былай өлшеп көреміз өзімізге ыңғайлы көлемдегі. Мен екі шеттерінің сәл жуандау болғанын қалап тұрмын. Сол себепті қазір өзіме керекті екінші шеткі жақтарын, қабырғаларын кесетін боламын. Мен өзіме керекті бір жақ қабырғаны кесіп алдым. Бұл менде 8-де 15. Және де екі шетін, бұл астыңғы бөлігі болады. Астыңғы бөлігінің екі ұшын ғана сәл ғана аластар. Оны қазір мен екіншісін кескенде көрсетемін. Бірдей қылып түзелеп алып, екіншісін кесіп аламын. Мына жағында. Мынандай көріп тұрсыздар ма? Мынандай кішкене астына алайыншы. Мынандай шеттері бізге керек емес. Оны әдемілеп отырып түзелеп алып тастау керек. Бірінші біз екі бағанын тоқылсақ болады. Қазір көреміз қалай ыңғайлы болатын. Дайын. Енді екі жақ ұшын сәл кесіп тастаймыз. Біздің заттарымыз дайын болды. Тоқуға енді тек тоқып бастау керек. Қазір біз сөмкеміздің негізгі бөлігін тоқимыз. Өзімізге керекті өлшемде жібімізді кесіп аламыз. Енемізден өткіземіз. Енемізді өткізіп тоқымамызды бастаймыз. Canvамыздың оң жақ бөлігінен сол жаққа қаратай тоқимыз. Мына оң жақ бөлігі, мына сол қаратай. Мына жердегі тұрған бұрыштардың астыңғы бөлігінен аламыз. Астыңғы бөлігінен алдық. Артына астыңғы жағынан кішкене бөлігін қалдырып қоямыз. Және сол бөлігімізді ұстап тұрып, өрнегімізді тоқимыз. Тігеміз. Мына қисық бағандарға тігетін боламыз. Мына жоғары жағында бір тал шашын қалдырып кетеміз да. Келесіне тоқимыз. Жібімізді әдемілеп түзелейміз. Артқы жібімізді тартып алмаймыз. Қазір артқы жағына жасырып қойып отырып, бұны тігіп жүретін боламыз. Енді жібіміздің мына жақтан санағанда үшінші шаршымызға астыңғы жағынан енемізді өткіземіз. Жібімізді тартып аламыз. Енді қисық баған арқылы 1, 2, 3, үшінші. Мына жақтан санағанда да 1, 2, 3 жібімізді өткіземіз жоғарғы бөлігінен. Енді осы қатармен түзу кете береміз. Жібімізді әдемілеп түзелеп отырамыз.
артқы жібімізді жасырып отырмыз. Қисық бағаннан кейін жүріп отырамыз. Жүрген қисығынан жібімізді өткізіп осылай аяғына дейін береміз. Егер сіздердің жіптеріңіз сырғанақ болса, сақтық үшін артқы жасырған жібімізді жасырып қойғанымыз дұрыс болады. Жабыстырып жасырған жібімізді қазір менің жібім сырғанақ болғаннан кейін алдыңғы жағынан үзіліп кетуі мүмкін. Сол себептен қазір мен жасырып қоямын. Мына жібіме жабыстырып қойдым. Енді ары қаратай тоқи береміз. Жібімді жабыстырып бекітіп қойдым. Сақтық үшін әрине, ол егер мына жерден сөгіліп кететін болса, ол жіп түгелдей сөгіліп, сөмкеңіздің өңі болмай қалады. Осылай жалғастырып тоқи береміз бір қатарда. Мінекей мен қатарымыздың соңғы жағына келдім. Қазір бізде мына жерде кішкентай баған болады, қисық баған болады. Мінекей. Мынаның астыңғы жағынан өткіземіз. Мына қатарымыздың жаңа қалай тоқып отырдық, солай тоқи береміз. Астыңғы жағынан өткізіп, қисық баған жібереміз. Енді бізге екінші қатарға өту керек. Екінші қатарға өту үшін мінекей астыңғы бөлігінен алып, бір бос орын қалдырып кетеміз да. Мына жерден тоқимыз. Бос орын қалдырдық. Бос орынға астыңғы жағынан жіп өтіп тұрады. Енді мына қатарымызға қарама-қарсы қисық бағандар тігеміз канвамызға. Енді астыңғы жағынан аламыз. Міне қисық 3 мынандай шаршыны алып өтеміз. Енді жалғастырып осы жолмен жүре береміз, жалғастырып тіге береміз. Жібімізді сөйлеп отырмыз. Мінекей мен екінші қатарымда соңғы жағына келдім. Дәл бірінші қатарымызда қалай тіктік, солай тігеміз. Жаңа соңғы шаршымыз, енді оның алдындағы шаршыға астыңғы жағынан өткізіп тігеміз. Жібімізді мынандай тіккен кезімізде кішкене тартыңқырап тігіңіздер, іліп кетпейтіндей, бір жерге ілініп қалмайтындай. Және де бірыңғай болғаны әдемі көрінеді. Осылай өткізіп аламыз. Екінші қатарымыз аяқталды. Енді үшінші қатарымызға өтеміз. Дәл осы қатарымызға қарама-қарсы бірінші қатардағындай етіп тоқимыз. Бір шаршы қалдырып, келесінен астыңғы жағынан өткіземіз. Қисық бағандар тігеміз. Енді астыңғы жағынан өткізіп, үш шаршымызды алатын қисық бағандар тігіп өтеміз. Жібімізді түзулеп, кішкене тартыңқырап отырып тігеміз. Дәл осылай канвамыздың барлық бөлігіне тігіп шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қазір менің жібім бітейін деп қалды. Мінекей, мен ол жіпті жалғауым керек. Өзіме керекті мөлшерде жіпті алып, керекті ұзындықта жіпті алып, мынау жібімізге жалғаймыз. Қазір артқы бөлігін айналдырып аламыз. Енді осыны қазір сіріңкенің көмегімен біріктіреміз. Біріктіріп, енді осы біріктірген жерімізді астыңғы жағына, сөмкеміздің астыңғы жағына өткізіп жерге тірсу керек. Мінекей, мен жалғаған алдыңғы бетіне тігіп бастадым. Қазір мына жалғаған жібіміз астында қалып қалатындай жасау керек. Астында қалмай жатса, онда қайтадан кішкене бөлігін кесіп, біріктіріп, астына қалатындай қылып біріктіріңіздер. Дәл осылай мені жалғастырып енді тоқи береміз. Мына жіпті барынша шығармау керек алдыңғы жаққа. Дәл осылай барлық негізгі бөлігіміздің, сөмкеміздің барлық жеріне осылай өрнекті тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4-ші қатар. Алдыңғы көрсеткен жерімізде тіге береміз. Осылай жалғасып кете береді енді. Екі қабырғасын тоқып аламыз. Мен біреусін тоқып қойдым. Дәл осылай екіншісін тоқимыз. Мінекей, ең бірінші біз жібімізге, инемізге жібімізді өткізіп аламыз. Қалаған өзіңіз қалай ыңғайлы болады, соншалықты жіп өткізіп аласыз.
мінекей бұл өрнек өте оңай өрнек. Сөмкеңізді толықтай осы өрнекпен тоқып шықсаңыз да болады. Мен былай жасаймын, міне астыңғы жағынан екінші қатарға, оң жағынан солға қаратай тоқимын. Сөмкеңізді толықтай осы өрнекпен тоқсаңыз болады. Ал мынандай артқы жағында қалған кішкене жібімізді осы тоқығанымыздың артына жасырып тастаймыз. Енді міне 1, 2, 3 қатардың астынан аламын. Қисық жолақ, міне қисық жолақ түсіремін. Және де мына жіптеріңіз түзу түскенін қарап отырыңыздар. Мына қатардан 1, 2, 3 жолаққа түсіремін. Міне қисық жолақ түседі бізге. Енді дәл осылай осы қатармен алып кесе береміз. Оңнан солға қаратай тоқи береміз. Негізі 5 мм, 4 мм жіптер, жалпақ жіптерде әдемі келеді канваға. Астыңғы канвасы көрінбей тұрсын десеңіз, бұл жаздық сумка болғандықтан да бұны рафиямен де тоқсаңыз болады. Ал қыстыққа да бұл канваны тоқып жатады. Басқа қалың жіптермен тоқып жатады. Мінекей мен артқы жібімді жасыра отыра тоқып отырмын. Мінекей мен соңғы бағандарына келдім. Енді қазір бірге тоқимыз. Енді мына жерден біз қазір инемен өте алмаймыз. Сол себепті жібімізді астынан ұстап, осылай ұстап тұрамыз да. Мына қисық бағанымыздың міне 1, 2, 3 дәл алдыңғыдай тоқимыз. Мінекей жібімізді түзулеп аламыз. Және де астыңғы жағын ұстап тұрып, келесі бағандарға өтеміз. Мінекей. Жібімізді түзулейміз. Кейбір қисық кетіп қалған жерлерімізде болса, түзулеп қоюға тырысамыз. Мінекей тоқып болды барлық бағандарымызды. Енді жібімізді артқы жағына барамыз. Астыңғы артқы бөліктегі жіптерден түзуінен өткізіп, жібіміз сөгіліп кетпес үшін жақсылап жасырып қоюымыз керек. Және де келесі бағанда да өткіземін мен. Қатты тартпаңыздар, мына жердегі өрнекті бұзып аласыздар. Қатты тартсаңыздар алдынан қарағанда білінбейді. Одан кейін қазір міне 3-ші бағанда ортасынан шығарып былай кесіп аламыз. Енді мына кішкентай бөлігімізді скринканың көмегімен жасырамыз қазір. Енді мына жасырамыз. Былай бастырсақ, өзі бір-біріне жабысып қалады. Қолдарыңыз келтіре алмаңыздар. Мінекей біздің бағандарымызда. Мінекей мен барлығын тігіп бітірдім, барлық қатарларды. Енді шеткі қабырғасымен негізгі бөлікті бір-біріне біріктіруіміз керек. Қазір міне біздің қабырғамызда мынау екі ұштарын кескен жағымыз, ол біздің ортасында қалып кету керек. Мінекей былай ұстаймыз. Мына екі ұштарын, бұрыштары шығып тұрған ұштарын біріктіретін боламыз бастап. Мен жібімді кеспегем, осы жіппен ары қарай жалғастырып тіге беремін. Қазір мен бұл жіпті негізгі бөліктің сыртқы жағынан алып келіп, астында тұрған жіпті сыртқы жағынан алып келіп, үстіңгі шаршысынан өткіземін. Енді оны келесі бөлікке біріктіру керек. Шеткі қабырғамыздың бағанның екінші жағынан өткіземіз. Астыңғы жағынан өткіземіз де. Енді мына жібіміз кішкене айналып кетті. Кішкене түзелеп қойған дұрыс.
Қазір осыны үстіңгі мінекей өткіздік. Енді оны негізгі бөлікке мықтылап біріктіру керек. Енді астынан былай екінші қатарда тоқимыз, тігеміз. Осылай келесі бағанға өтеміз. Менің жіптерім жіңішке болғаннан кейін мен мына жерлерді жасыру үшін X тәріздес тігетін боламын. Енді мен X тәріздес тігу үшін қайтып келесі шаршыға өтемін. Келесі алдыңыздағы қайтып диске қайтадан өткізіп, қайтадан тігемін. Сол кезде менде X тәріздес болып тігіледі. Енді жалғастырып тіге беремін. Қайтып артқа қарай қайтып тігемін. Кішкене тардыңқырап біркелкі қылып істеу керек. Мінекей X тәріздес болып келе жатыр. Келесі орынға тігемін. Қайтадан артқа орнына тігемін. Жалғастырып тіге беремін. Видеодағы көріп тұрғандарыңыздай осылай соңына дейін, бұрыштарына дейін тігеміз. Біркелкі болу керек тартып. Ашқан кезінде әдемі болып өрнек шығады. Тартып отырып тігеміз. Бірақ қатты тартамыз деп жіптеріңіз үзіліп, немесе канвада жыртылады. Канвада жыртылып жүрмеңіздер. Дәл осылай бұрышына дейін, шеткі қабырғамыздың бұрышына дейін тоқи береміз. Бұрышына келгенде көрсеміз. Мінекей мен соңғысына жеттім. Қазір осыны қосып, жанына жерді білдірмей өтіп кетуіміз керек бұрышын. Алдындағындай тігеміз. Бірінші алдына, кейін қайтып артына. Енді артына X тәрізді үшін артына тік. Енді бізге мына жерді жасыру керек. Біз қазір мына жерді жасыруымыз керек. Бұрыштарын мына жерден соңғы орнымыздан өткізіп, осының үстіңгі жағынан қайтадан дәл сол орынға өткіземіз. Мына жер жабылады осылай. Дәл сол орнынан өткіземіз, бірақ шеткі қабырғаны өткіземіз, бірақ негізгі қабырғада келесі шаршыға өтеді. Тағы да солай істейміз. Дәл сол жерден тағы бір рет шымызды өткіземіз. Енді біздің сөмкеміз кішкене дөңгелектенеді. Қазір мына жері көлемін қалпына келтіруіміз керек сөмкеміздің. Осылай ұстап тұрып, қазір астын тоқимыз, табанын. Енді бізге мына жағында білдірмей өту керек. Қазір біз мына жаңағы тоққан жерімізге тағы да бір тоқып өтеміз. Оны бірақ келесі, негізгінің келесі шаршыға кіргіземіз. Осы бұрыштары сәл қиындау болады, негізінде білдіртпей әдемі қылып өткізу керек. Енді осы астынан өткен астыңғы жібімізді шеткі қабырғамыздың үстіне қаратып, дәл сол жерге қайтып өткіземіз. Тағы да бір рет дәл сол жерге өткіземіз. Енді келесін жалғастырып тігеміз. Мына жерден дәл осы орыннан, үстіңгі тоққан орыннан, мына жерден қайтып, бірақ қисығынан негізгі бөліктің келесі тоқылмаған шаршысына өткіземіз. Енді X тәрізді узорымызды жасаймыз. Қайтадан
алдыңғы бөлігімізге өткіземіз. Мінекей. Мынадан өтіп тұр. Енді мына шеткі қабырғаның алдыңғы орнынан өткізіп, өрнегіміз енді терісінен түсетін болады. Өтті. Келесі орнымызға бос орындарға тоқимыз енді. Ішіне қайтып өткіземіз. Түзуінен өткіземіз енді артқа қаратай. Екі тәрізді ұзақ жасаймыз. Дәл алдыңғыдай тоқи береміз. Жаңағы мына жақта тоқып берген сияқты. Мына жерде енді ас табан жағы кішкене терістеу тоқылып жатыр. Қазір бұрышына дейін тоқимыз. Бұрышында дәл алдыңғы бұрыштағындай, жерде мен бос істеп қойдым дағы қазір. Алдыңғы бұрыштағындай білдіртпей әдемі доғал қылып өткізіп жіберу керек. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып тұрсаңыздар болады. Қайтып артқа. Алдыға қисығынан түсіреміз. Одан кейін қайтып артқа тоқыған бөлігімізге түзуінен, инені түзуінен өткіземіз. Қисығынан түзуінен. Енді біз келесі бұрышымызға келдік. Тағы да осы жерден, мына жерден өткіземіз. Мына бұрыштарымызды жасырамыз қазір тағы да. Тағы да осы шеткі мына жердегі шаршыдан тағы қайтып өткіземіз. Барынша мына бұрыштарды жасыруға тырысыңыздар. Мүмкін өздеріңіз басқа бір тағы да оңай тәсілін тапсаңыздар, тағы да мына бұрыштан бос шаршыға өткізіп. Енді осы жібімізді мына алдыңғы міне ортасына түсіру керек. Тартыңқырап. Енді дәл осы жерде мына қабырғаның мына бос шаршына өткіземіз. Қайтып артқа қаратай, артқы орнымызға келеміз. Екінші жағы жабылды. Енді міне қабырға, шеткі қабырғамыздың негізгі бөлігіне қайтадан сол жерден, бірақ міне келесі бос шаршыға өткіземіз тағы да. Мен бұрышым болды. Енді мен екі тәрізді узор түсірім керек. Осы орында қазір менде мына қисығынан тұр. Енді осыған екі түсірім керек. Мен қайтадан осы орыннан артқы орынға қаратай қайтып жүргіземін. Мына жерге емес, артқы жағына қаратай өткіземін. Енді осы жерден бос орынға өтеміз. Қайтадан бағанағы қабырғамызды біріктіріп бастағандай қайтадан тоқимыз, тігеміз. Кішкене мына жерлері, өткен жерлері кішкене қиындау болуы мүмкін. Артқа қайтамыз. Бос орынға өтеміз. Қайтып артқа қайтадан өткен жерімізден түзуінен өтеміз. Түзуінен тігеміз.
бос орынға өтеміз алдындағы. Қайтадан артынан түзу өткен жерімізден түзу өтіп тігеміз. Алды. Мінекей мен соңғы жағына келдім. Дәл осы бағанағы тоқығанымыздай тоқып шықтым. Енді мен мына жақтарды жалғастырып тоқи беремін. Алдыңғы қақпақ жағы болатын жағын. Міне мен өрнегім былай шықты. X тәрізді әдемі болып шықты. Енді жалғастырып тіге береміз. Қазір мына жерден соңғы тоқыған орнымызға қайтып түзуіне тоқимын. Енді мына қақпағымызды әдемілеу керек шет-шеттерін. Бұда да қайтадан осылай X тәрізді етіп тіге береміз. Осы орынға ешнәрсені біріктірмей, қақпақтың өзін ғана X тәрізді ол орнымен тоқып шығамыз. Қайтадан тоққан орнымызға қайтамыз. Алдыңғы бос орынға өтеміз. Артқы жағына қайтамыз. Алдыңғы бос орынға өтеміз. Қайтадан тоқылған артқы жағына қайтамыз. Соңғы жағына келдім. Қазір міне бізде бір шаршы қап тұр ғой, соған үстіңгі жағын ары қарай тоқылған сияқты, тікен сияқты тіге береміз. Астынан өткіземіз. Дәл осы бұрышына 4 рет өткізіп тігеміз. 1 2 3 4 рет өткіздік. Орындарын әдемілеп қояйық кішкене. Одан кейін мынаны жібіміз шығып тұр ғой, бір орын тастап кетіп, келесінен үстіңгі жағынан өткізіп, жіпті үстіңгі жағынан апарып, дәл осы бір орын тастап кетіп, келесі шаршының үстіңгі жағынан өткізіп аламыз. Енді біз қайтадан X тәрізді өрнегімізді жасау үшін артқа қайтамыз. Енді қайтып енді X тәрізді өрнегімізді жасай береміз. Қайтып артқа қайтамыз. Осы орынға өтеміз. Астыңғы жағынан артқа қайтамыз. Тартыңқырап отырайық. Осы орынға өтеміз. Астыңғы жағынан қайтып артқы орынға қайтадан тігеміз. Осы орын қайтадан артына. Өрнегіміз жәмен түсіп келе жатыр. Алдыға, осы орынға қайтып артқа. Алдыға. Алдыңғы бос орынға астыңғы жағынан артқа. Дәл осылай соңғы жағына дейін тігеміз. Сосын бұрышында 4 рет іліп алып тігеміз. Одан кейін қазір мына жақ бағанына өтеміз. Келесі жағына, қарамағыш жағына өтіп тіккен кезінде қайтадан біз мына екінші шеткі қабырғаны жалғайтын боламыз. Біз қазір екінші шеттерін тігіп болғаннан кейін екінші қабырғамызды біріктіру керек болады. Ол үшін біз бірінші қабырғамыз, шеткі қабырғамыз сияқты бірдей болу керек. Қазір біз соны өлшеп аламыз. Сызғыштың көмегімен өлшеп аламыз да нүктесін белгілейміз. Мына жерде бізде екінші қабырғамыз басталу керек. Және де бізге мынау аяқталған ұштарын белгілеп алғанда дұрысырақ болады. Шатаспас үшін қазір бізде мына жерде енді екіншісін белгілеймін. Қазір осы жерге екінші қабырғамыздың ұштары келу керек. Және де басы осы жақтан бастау керек. Неге? Өйткені біз мына жібімізді тігіп жатырмыз ғой, осылай ары қарай біріктіре отырып тігіп кететін боламыз. Осы жерге дейін қазір мен тігіп шығамын, одан кейін қайтып бірге қабырғаны біріктіреміз.
Мінекей мен қабырғамызды біріктіретін орынға келдім. Қазір осы жерімізге шеткі қабырғамызды біріктіреміз. Дәл осы X тәріздес өрнекті ары қарай тоққа тіге береміз. Қазір былай аламыз. Біріктіре отырып аламыз. Қайтадан артқа. Осы орынға алдыға. Қайтып артқа өткіземіз жерімізді. Дәл осылай жаңа бірінші біріктіріп алдық. Енді ары қарай тіге береміз. Осы X тәрізді өрнегімізді ары қарай жалғастырып тігеміз. Және бірінші шектерін қалай қостық, бірінші жақтың дәл солай екінші жақты да тігіп шығамыз. Айналдыра тігіп, сосын мына жақты да мына қақпағымыздың бұрыштарына 4 рет іліп алғандай, мына бұрыштарға да 4 рет іліп алып, ары қарай тоқимыз. Мына шеткі жиектеріне де осылай біріктіріп, X тәріздес өрнекті тоқып шығатын боламыз. Содан кейін соңғы жағында бізде мына жақ қалады, осы жақты да біріктіріп тоқып шығамыз. Мен мына шетін тігіп біттім. Одан кейін сол жүнді аяқтамай, мынау жоғарғы жағын тіктім. Енді мен сізге мынаны көрсетейін деп тұрмын. Қазір мына бұрыштан мына бұрышқа өтеміз. Мінекей мен жүнін мына қазір қайтадан көрсетейін. Менде жіп мына жерде тұр, иә? Мен қазір X-ті шығаруым керек. Ол үшін мен 1-2-3 шаршыдан өткізіп, астынан өткіземін. Енді мен келесі мына алдыңғы, дәл алдымызда тоқатқан сияқты, оның алдында тігіп өткен жеріме қайтадан өткіземін. Енді мен мынау орным менде X болу керек. Ол үшін мен не істеймін? Мен мынаны қазір шеткі бағандағы орынға астыңғы жағынан бірінші шаршыдан өткіземін мына жерде. Өтті. Енді мен қайтадан оны өтті. Енді мен оны қайтадан мына жерге өткіземін. Енді осы жерден алып екінші шаршыға өткіземін. Астыңғы жағынан. Өтті. Мұндай үстіне кішкене қоямыз. Енді мынау қайтадан бірінші тоқыған өткізген орнымызға алдыңғы жағына өткіземіз. Артқы жағынан өткіземіз, міне алдыңғы орынға. Қайтадан мына жерімізді X етіп жалғастырып тоқимыз, содан кейін аяқтаймыз, сосын жүнімізді жасырамыз. Мінекей мен аяғына дейін бітірдім. Мен жүнімді мына жерден қайтадан қосқан болатынмын. Бірақ та мен қазір менде мына жақ шеткі бағанның қабырғаның жоғары жағы тігілмей қалды. Мен оны қайтадан жалғап отырмай, осы ине арқылы мына артқы ішкі жағымен сөмкеміздің ішкі жағында жіптердің арасымен өткіземін. Арасымен өткізіп, мына бұрышқа шығарамыз. Мынандай өткізіп, қазір біз мына жақ бұрыштың шетіміздің үстіңгі бөлігін тігетін боламыз. Мен өткіздім. Енді біз мына жерін тігеміз. Қайтадан өзімізге X тәрізді тігеміз. Кішкене тартыңқаймыз. Соңында жібімізді барынша мықтырақ қылып жасырамыз. Жібіңіз егер сіздің сырғанақ болса, ол шығып кетуі мүмкін. Сол үшін жаңа сіріңкенмен ұшын жағып, астыңғы жағына жабыстырып қойғанда дұрысырақ болады. Сөмкеміз дайын болды. Енді қазір мен мынаны мына жерден өткіземін. Менде кішкене ашық болып қалды. Енді болды. Мына жерімізді мен қазір ішкі жағына қаратай жасырамын. Бізге енді қазір фурнитураларын орнатып, астарын тігіп, фурнитурасын орнатып, екеуі негізі қатар жүреді. Екен біз астарын тікпей, мына үстіңгі жағын орната алмаймыз. Сол себепті мына жағына астарын тігеміз, одан кейін мыналарымызды орнатамыз.
Қазір біз мына екі шетіне де мына темірімізді тігіп алуымыз керекпіз. Мына екі темірді былай тігіп алуымыз керек. Мінекей, мен барлығын жасырып қойдым. Біздің сумкамыз дайын болайын деп қалды. Енді мына шеткі карабинін орнатуымыз керек қазір. Қазір мына шеткі мынау қатар емес, үшінші қатарына міне 1, 2, үшінші қатарын орнатамыз және дәл ортасына орнатып тігеміз. Біз жібімізді артқы жағынан аламыз, артына кішкене жіп қалдырамыз. Оны да соңынан жасыру керек. Артқы жібіміз, астыңғы жібіміз. Оны да соңынан жасырамыз. Қазір біз мынаны тігіп аламыз. Мінекей, мына жерден кіргізіп қой, дәл осы жерге қайтадан міне карабинді айналдырып отырып тігіп шығамыз. Артын қаттырып жүрмеңіздер, бірге шығып кетеді. Енді тағы да мінекей екінші жолағына келдік. Астыңғы жағынан аламыз да, үстіңгі жағынан қайтадан сол жерге тігеміз. Енді келесі. Астыңғы жағынан алып, үстіңгі жағынан тігеміз. Астыңғы жағынан алып, үстіңгі жағынан тігеміз. Дәл осылай алып тігеміз. Соңында артында жібін сіріңкемен жағып жасыруымыз керек, жабыстырып. Енді мынандай орталарына дейін. Мынандай орталарында жабамыз, ашық қалған. Енді тағы бір жерін жапсақ, мінекей мына жерді. Біздің шеткі карабиніміз орнатылды. Енді ішіндегі жібін жасырамыз. Оны жасыру үшін мына екі жіпті бір-біріне бірінші байлап алған жақсырақ болады. Қатырақ байлап, екі жағын қатты байлап алдым. Бізде астар болғаннан кейін бұндай байлаған жерлеріміз болады, көрінбей қалады. Енді мынаны кесіп, мына жерлерін екі жағында сіріңкемен мына екі шетін сіріңкемен ұшын жағып, жабыстырып қоямыз. Жабысты. Енді мынаны да дәл солай жабыстырып қоямыз. Сол кезде мықтырақ сенімді боласыздар да өздеріңіздің жұмыстарыңызға. Мынаны да жабыстырып қойдым. Болды, осымен. Мінекей, мен барлық фурнитураларын орнаттым, замогын де орнаттым. Сумканың ұстағышын тоқу басқа видеода болады. Лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар.